Сәлеметсіздер ме? 4-ші сабақ. Құдықтың суы тұщы. Сабақтың мақсаты: жаңа сөздермен танысу, сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап, жай сөйлем құру. Жаңа сөздер: жер, земля, грунт, қопсыту, разрыхлять, арамшөп, сорная трава, иісі, запах, дәм, вкус, терең, глубокий, глубокая, глубокое, глубокие. Жаңа сөздерді есімізге сақтаймыз, балалар. Хорошенько запоминаем новые слова. Мәтінді түсініп оқы, жаңа сөздерді анықта. Внимательно прочитай текст, найди новые слова. Біздің бақшада алмағаш, алмұрт ағашы өседі. В нашем саду растут яблони и грушевые деревья. Әкем жерді қопсытады. Папа разрыхляет землю. Біз арамшөп жұламыз. Мы вырываем сорняки. Бақшаның иісі керемет. Запах в саду чудесный. Бақшада құдық бар. В саду есть колодец. Құдық терең, суы тұщы. Колодец глубокий, вода пресная. Судың дәмі жоқ. У воды нет вкуса. Бақшаны құдық суымен суарамыз. Сад поливаем водой из колодца. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып жаз. Вместо многоточий поставь нужные слова и запиши. Қажетті сөздер: алмағаш, тұщы, қопсытады, терең, арамшөп, дәмі, құдық. Мұқият тыңдаймыз. Бақшада алмағаш өседі. Әкем жерді қопсытады. Біз арамшөп жұламыз. Бақшада құдық бар. Құдық терең. Құдықтың суы тұщы. Судың дәмі жоқ. Сурет бойынша диалог құрыңдар. По рисунку составьте диалог. Бастаймыз. Алина: достар, бүгін бақшаға барайық. Әлібек: жақсы, барайық. Ағаш отырғызып, арамшөп жұлып қайтайық, деді. Әлібек: Дина, Әділ, сендер ағаш отырғызыңдар. Әділ: жақсы, деді. Әли: мен жерді қопсытамын, деді. Әлібек: олай болса, Қайрат, сен құдықтан су әкеліп, ағашты суар. Іске сәт, достар.